Бұл өмірде шынайы бақытты өмір сүру үшін бір ғана тәртіп бар. Ол тәртіптің аты ешқандай тәртіпке бағынба. Жүрегіңді тыңда, қалауыңды жаса. Енді кейбір адамдар айтады, сонда ұрлайық па, зорлайық па деп. Жоқ. Осы сөзді айтып отырған адам керісінше тәртіпке бекім болу керек. Діннің тәртібінде жүру керек, немесе қоғамның тәртібіне тәуелді болу керек. Себебі бұл адам әлі терең ұйқы үстінде. Оянған адам бұл өмірді қалай сүру керек екенін, өзінің жүрегі қалайтын өмірді қалай оңай құрастыруға болады екенін біледі. Және сондай адам үшін ешқандай ұрлықтың, зорлықтың қажеті қалмайды. Себебі осы әлем сол адамның жалғасы екенін біледі. Басқаға қылғаның өзіңе қылған қиянат. Мына көзің айналаңда нені көріп тұр? Бұның барлығы сенің жалғасың. Тұрып жатқан үйің ұнамаса, достарың онша емес болса, бұның барлығы сенің ішіңнен шыққан проекция. Достарыңды түземе, үйіңнен қашпа, ішіңді түзе. Терең үңіл, Құдайды тап.